Keşe 2010, 2011, 2013 өндіріс 14'te Astana қаласында республикалық турнирде қатысып, сол жарыста жүлделі болған жеңістерінен көрген жігіттер 2 адам арасында. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам. Жалпы өмір болағыз, Шық, бәрін шықпен. 8, 9, жеңілгендерді шығады. Осман? Балдар? Жігіттер, жеңістерін құтты болсын. 11 бала қатысты. 11 баланың ішінде қанша бала чемпион болды? 5. Қанша бала финалға шықты? 6. 6 бала финалға шығып, 1 күміс, 5 алтын. Балаларға қошемет жасап қойыңдар. Алып кел кубокты. Общий командный Қазақ ММА бокс залының жігіттері 5 алтын алып, 1 күміс, 3 қола. Общий командный 1-ші орын алды, құтты болсын. Кәні, алтын медаль кімге? Бапкерге ма? Вот так. Вот. Аға алып келген. Общий командный 100 мың теңге отып алдық. Құтты болсын. Көрсетіп қойып. Ұстаны. Әрдайым жұғысты болып жүріндер осындай. Әрдайым шәкірттерім озып, еңбектерін тақтап жүрсін. Жұғысты болсын. Бәріне жұғысты болсын. Осы Олимпиада алтын медаліне айналсын. Әлем чемпионатын, Қазақстан чемпионатын алтын медаліне айналсын. Үлкен жеңістер осы жерден басталады. Осындай жарыстардан басталады. Дұрыс па? Құтты болсын. Балалар айтақ қошемет жасап қойыңдар. Енді кешегі жаста общий командный 100 мың теңге берді. Дұрыс па? Әрдайым тәртіп болу керек. Сендерді дайындаған ағай бапкерлерінің әр адамның жалпы еңбегі бағалану керек. Сендердің жеткен жеңістерін ол біздің жеңіс, менің жеңісім. Сендер ұтылсаңдар, мен ұтыламын. Сендер құласаңдар, мен де құлаймын. Сендер көтеріліп, сендер жеңісті болсыңдар, мен көтеріліп, сендермен менің абыройым асады сендермен. Сендер менің отражениямсыңдар, мен сендердің отражениялармын. Бүгінгі еңбек, мына сендердің бүгінгі жеткен нәтижелері. Кто пашет, кім еңбек етеді, дисциплина ұстайды, ағайын тыңдайды. Не только в ринге, не только жарыста, но и в жизни. Нәтижелі, абыройлы победитель болады. А кто сачкует, тренерін алдайды. Результат такой же болады. Ағайын жақсы көретін сөзі өмірде ешқандай дәреже жетпей көті боқ болады. Дұрыс па? Сол үшін көті боқ болмау үшін надо пахать, надо работать. Кешегі сол жарыста жаға келіп отқан сертификат 100 мың теңге берді. Еңбекті бағалау керек. Сол 100 мың теңгені бөлем мен сендерге. 20 мың теңге. 20 мың теңге. 20 мың теңге. Сендердің еңбектерінде үлкен. И 20 мың теңге операторға. Берейін ба, бермейін ба? Ұста. Мәне, командалық жұмыс деген осы. Әр адамның еңбегін бағалай білу керек. Дұрыс па? Біз кешегі жарыста бүкіл наградаларды алып кеттік. Командалық бірінші орын, лучший боксер турнира. Бірінші орын, за волю к победе. Бірінші орын. Бәрі біздікі. Аллаға шүкір. Балалар бір құттық қойды ағалар. Балам, қай жылсың? 2014 жылға.
2013, 2010, 2011, 2010, 2011, 2012, 2013 болды. Бірақ төрешілер ағайлармен сөйлесіп, мен боецім бар деп, 2014 негіз кіргізбейді, бірақ біз кіргіздіріп, біздің үмітімізді ақтап, оны доказал, өзінен 1 жас, 2 жас үлкен балаларды жеңіп, қатса да ағай төрешілер қатыспайды деп айтты ғой. Біз қатса да ағай деп қатыстырып, біздің абыройымызды ағайлардың алдында, судьялардың алдында, төрешілердің алдында түсірмей көтерді. Доказал, чемпион болды. Құтты болсын, молодец бала. Молодец. Сәрсенбек Диас Олжасұлы 30 килограмм салмақта бірінші орын алды. Молодец, достойно себя показал. Достойно боксасты ма? Төбелесті ма? Қашпады ма? Көті боқ болып, құлап, сүрініп болма ондай. Молодец. Міне. Қазақтың ертеңгі батырлары, ертеңгі бокста, жалпы өмірде алтын әріппен кітапқа жазылатын балалар осылар. Мынандай балалар жүрген кезде қазақ елінің болашағы бар деген сөз. Набан қой бокстасында? 3-ші орын. 3-ші орын? Медаль қайда? Медаль алып көрдім ғой. Еще, жайлап осылай жеңімпаз болсын деп. Так. Мына балам. Қай жылсың балам? 2012 жылғы Болысбек Шахназар 42 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орын алды. Құтты болсын балам. Құттап қойыңдар. Димашқа риза болдым, молодец. 1-2 жарысында барып таяқ жеп қалған. Ұтылып қалды. Бір тренировкасын қалмайды. Мұрнынан да қан, аузынан да қан шыққанша бокстасады. Намысы бар. Осы жарыста қола медаль қалды. Бірақ бұл қола медаль біз үшін алтын медаль. За волю к победе диплом алды, дұрыс па? Жеңіске деген жігер үшін. Молодец балам, сен өте жақсы бокстасың. Осылай өсесің. Қуанбек Дінмұхамед. Қай салмақта балам? 40 килограммда қола медальға қол жеткізіп, және де осы турнирде жеңіске деген ерік жігер үшін 2 диплом алып марапатталды. Құтты болсын балам. Так. 46 салмақ дәрежесінде 2-ші орын алған үшін дұрыс жазбапты ғой. Нышан Ардақ баламызды құттықтаймыз. Финалда қалай бокстасты? Жалпы балалардың бәрі достойно бокстасты ма? Бәрі өздерін жақсы жағынан көрсетті ма? Молодец балам, құтты болсын. Алтын медаль болсын, Құдай қаласа. Так, ал мына жерде Камерлан ағайын баласы 2 кубок ұстапты. Бұл 2 кубок кешегі өткен турниріміздің ең үздік боксшысы, лучший боксер турнирі болды. Құттап қойыңдар. Молодец балам. Құтты болсын. Чемпион болды, және де лучший боксер болды. Молодец. Еңбек ардагері КСРО жоғары кеңесінің депутаты Камзебаев Есенжол Камзебайұлы еске алуға арналған республикалық турнирде ең үздік боксшы атанған Мейірлан Темірлан Қазақема бокс залы. Құтты болсын. 42 салмақ дәрежесінде бірінші орын алған үшін құтты болсын. Ардаби 52 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орын алып марапатталады. Қайыров Ардаби. На балам наградасы қайда? 3-ші орын. Қалай бокстасты? Полуфиналда достойно? Молодец балам. Анау қаланың шетінен келеді. 50 километр жерден келеді. Молодец балам. Азамат. Балалар, жеңістерің құтты болсын тағыда. Алла амандық берсе, ей, маған қара, неме күтіп тұрсын бере. Кімге күтіп тұрсын, маған айтасың. Мен де күлейін, кімге болсын. Күлмесіңдер соған. Нормально. Арқай тұрмын. Балалар, құтты болсын. Мына тағы да бір айтарым. Балалар, мына сендердің тағы да айтамын. Мына сендердің балалары. Бапкер деген ол балалар.
сендер құласыңдар, бапкер де сендермен бірге құлайды. Сендер көтерілсіңдер, бапкерлер де сендермен бірге көтеріледі. Сендердің жеңістерің ол біздің жеңіс, ал сендердің жеңістерің ол біздің жеңіс. Сондықтан тек қана ринг төрінде емес, өмірде де осындай озатты болыңдар. Өмірде де осындай мықты болыңдар. Ата-аналардың қуанышы болыңдар. Ата-аналардың мақтанышы болыңдар. Ананың, әкеңнің мақтанышы болған бала, ол қазақ елінің мақтанышы. Қазақ елінің абыройлы ұлы деген сөз. Анасын, әкесін ренжітпеген бала, мәртебесін жоғары көтерген бала, ол елдің абыройын, елдің рухын көтерген бала. Ертеңгі қазақ елінің болашағы сендерсіңдер. Ертеңгі күні 2028, 2032, 2028 Лос-Анджелесте болатын Олимпиада, 2032-де болатын Олимпиада, ертеңгі күні сендердің қатарында тұрған жігіттер осы сендерсіңдер. Сендерден осы шығар осы. Сендердің жастағы жігіттер шығар. Сендердің қатарлағы, сендердің жастарындағы жігіттер сол Олимпиадаға жолдама алып, сол Олимпиада төрінен көрінеді. Тағы да айтамын. Қалай еңбек етесіңдер, бәрі соған байланысты. Мінезді болыңдар, рухты болыңдар, ағайларыңды тыңдаңдар. Бүгінгі жеңіс ол ертеңгі тарих. Үлкен додалар, чемпион Қазақстан, әлем чемпионаты, Олимпиада ойындары бәрі осындай жарыстан тәжірибеленіп, осындай жарыстан шығасыңдар. Түсінікті ма? Ал, балалар, тағы да құтты болсын. Медаль, кубки орнына қоямыз и дальше тренируемся. Кет!